Біз выехали неге? Великий Новгородқа. Так, қазір парина Бейік Новгородқа қозғалдық. Біз выезда шаһарын шықтық Мәскеуіне. Қазір башап аламыз. Әмінде бізді 6 сағатлық ел күтешек. Әзірек ордырды. И еще аптека кіріп шығыра керек. Что-то өзімді нашар хезитім. Бір дары оларға керек. Ел иммунитетіне барабы түшірі. Мені білен қалауыз. Қайырлы кешлер. Біз 200 километр өттік. Бұл Мәскеу, Великий Новгород. Платный юлдан барабыз. Платная дорога. За 200 километр бізден алдылар 800 сум. Қазір таған 400 километр қалды. Примерно 1500, да, выходит, Ренат? Ну, примерно. Примерно с Москвы до Новгорода 1500. Платная дорога. Но классно, что можно 130 білен барға. Машиналар S. Юл яқшы. Тегіз. Біздің бұлайшақ остановка. Прямой эфир. Потом сразу же Санкт-Петербург шахара. Там еще 300 километров. Вот. Біз Великий Новгородқа келіп жеттік. Сағат 11:10 минут. Кешке. Ордырды на самом деле. Ордырды. Биллер орта. Қазір барабыз Кремльға, шығабыз эфирға, түсіреміз видеолар. Һәм Санкт-Петербург шәһәріне 190 километр қала. Анда болабыз под утро инде, олай берсе. Урнашабыз отельға. Һәм ертең шығабыз эфирға. Мен сізді яратам, менің білен қалығыз. Каналыма yazылығыз. Міне бұл Великий Новгород. Кремль. Дұрыстан да айырылып тұра башқа Кремльлерден. Бұл нешектір зор қамының стеналары. Биік. Мен бик ұшады әлі Кремль. Қазір біз юлны тұтабыз Санкт-Петербург шәһәріне. Біздің сағат 12 ярты, түнгі 12 ярты. Еще 180 километров до Петербурга. Атмосфера вообще классная. Я бы сказал, даже киношная атмосфера. И не темно, и слишком светло. Центр. Қайырлы түндер. Біз келіп жеттік Санкт-Петербургқа. Сағат түнгі ертеңгі 3 ярты. Отельға кірдік. Ресепшнда. Қазір жек қойбыз, алай берсем. Ертеге эфирға шығабыз. Сәлем. Ренат біздің шофер. Друг. Шофер. Достар, қайырлы кеш. Ренат бүгін машинада еқлап барғанда қабаттан сары розаларын жырлап мағадап барды. Сіздің екінші достымыз Марат. White Auto White Auto компаниясы. представитель.
Петербург. Урамда неше градус? -1. -1 градус. Біз кеттік Эрмитажға. Елнардан бүгін жоқсы түймады. Бар біз. Казанский собор, айма? Питер мотор. Бик мотор. Біз барабыз Эрмитажға. Аннан соң бәлкім мұнда келербіз, айма? Илнар? Казанский. Шунда шоу Эрмитаж қана жүребізің. Шығап суттерға алладырсам. Мені юлда продуло, плечолар ауырта. Қазір аптекаға кіріп. Нәрсе алырға керек. Прям мына байтып отырып бара алмай. Постоянно вот так получается. Тряли булмай. Пару слов, пожалуйста, Ильнаржан. Сен арыдың ма? Честно айт. Или йоқың тоймадың бұл? Йоқ тоймады менің. Әгер де мұндай мүмкіншілік берселер, менен білән тағын бірер қоя шеуіп кетірің ме? Әгер де мұндай мүмкіншілік берселер, шеуіп кетірейдім. Аңлашылды. Біздің екі достығыз бар мұнда, Марат білән Ринат. Рәмесін алыр едім. Dinle beni. Питерда Парьява. Буран. Но біздің отельден машинадан шығасыбыз келмей, прямо эфирға шақыра бір шулайда барып барайбыз. Неге? Нәрселі? Эрмитажға, иә. Но мұнда как-то надо найти местечко. Бекішлі буран. Великий Новгородқа шулай біз қаралып келгенек. Рақа шықтық Санкт-Петербургқа центрға. Дақын Парьява башлады. Ильнар, мұнда көрші Жәмил абай келген тракторы білән. Жәмил абайны шақырғандар трактор білән. Қарыны кірерге. Менің плечолар ауырта продулы. Нешақлы келіп машинада. Ишік янда постоянно ятып барып. Скорее всего шумнан. Барыңызға да. Оу! Все нормально? А? Что случилось? А як нельзя сейчас круг сделать? Ага, понятно. Мұнда эвакуатор бек яқшы шле. Машинаны қалдырға ярам екен. Ақыры біздің водитель кетті по кругу. Менің білен қалыңыз. Каналға жазылыңыз. Питер! Блин, вообще красота, конечно. Петербург. Просто красота. Не анықши. Не обикши Петербург. Мен мұнда яшай алыр едім деп білем. Мен Мәскеу бик ұша бітмей. А Петербург не ашай.